Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай Қызылорда облыстық шешен этно-мәдени бірлестігінің 10 күндік аясында шеберлік сабағы өтті. Іс-шара қаладағы Хуга бар кафесінің қолдауымен ұйымдастырылды. Оған облыстық қоғамдық даму басқармасының коммуналдық мемлекеттік мекемесі, этно-мәдени бірлестіктердің төрағалары мен жастары қатысты. Шеберлік сабағы барысында шешен этномәдени бірлестігінің белсенділері дәстүрлі чеплыш және хинглаш тағамдарын әзірлеуді көрсетті. Шешен этномәдени бірлестігінің төраға орынбасары Лейла Пашаеваның айтуынша, түрлі этностардың ұлттық тағамдары тұрмыс тіршілігі мен мәдениетін айқындайтын маңызды элементтердің бірі. Чеплыш дайындау үшін ұн, су, тұз және азап қатық немесе сүт қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жұқалап жайып, ірімшік салып, екі жағында табада пісіреміз. Ал хинглаштың ерекшелігі, оның ішіне тәтті асқабақ салындысы салынып, пешке табаға пісіріледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шеберлік сабақтары этностардың мәдени мұрасын дәріптеп, жастардың дәстүрге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған.